Мен Досымова Гүлжеңіс Сүндетқызы, Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы, Жайық ауылы, Жайық негізгі орта мектебінің тарих пәні мұғалімімін. 21 ғасырдың қарқынды ілгерілеу ырғағына қатар ілесу үшін оқушылардың өздігінен оқу дағдыларын дамыту аса маңызды болып табылады. Бұл талап мұғалімдерге үлкен жауапкершілікті жүктейді. Білімді тәрбиемен, өмірмен ұштастыруда, оқытудың инновациялық тиімді әдістерін пайдалану кезінде оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында ақпараттық технологияларды, соның ішінде Білімлен платформасын қолданамын. Сіздердің назарларыңызға Білімлен платформасын қолдана отырып, 8 сыныбында Қазақстан тарихы пәнінен 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ әдебиетінің дамуы тақырыбында сабақ үзіндісін ұсынамын. Сабағымда әртүрлі интербелсенді әдіс-тәсілдерді пайдаланамын. Соның ішінде Learning Apps, WordWall бағдарламаларын өз орнымен қолданамын. Білімлен платформасындағы тақырып бойынша берілген бейнероликті тамашалап, берілген тапсырмаларды интерактивті тақта арқылы орындаймыз. Оқытудың жаңа технологияларын қолдана отырып, топта, жұпта, жеке жұмыс істеу барысындағы оқушы ынтымақтастығын жүзеге асыруға тырысамын. Мұғалім өзінің негізгі міндеті оқушыларды білім алуға күштеп үйрету емес, олардың бойынан танымдық қажеттілік пен білімге деген құштарлықты оята білу деп түсінемін. Саламатсыздар ма оқушылар? Отырыңыздар. Бүгін бізде ерекше сабақ. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ әдебиетінің дамуы. Ендеше ең алғашқы біздерге сыныпқа жағымды ахуал қалыптастыру мақсатында орнымыздан тұрайық. Бірінші топта Дана, Динара, Эльдар, Данил, қазақ ақындары тобына келе қойыңыздар. Екінші топқа Мирас, Еликеш Нұралы, Дошат Нұралы және де Іңкәр қазақ жазушылары тобына ауысып отыра қойыңыздар. Оқушылар ендеше сендерге үй тапсырмасы боулинг ойыны арқылы сұралады. Телефон арқылы сілтемеге кіре қойыңыздар. Дарынды жастар әдебиетке өздерімен бірге жаңа қарқын, жаңа леп алып келді. Бұрын соңды қазақ әдебиетінде болмаған роман, повесть, новелла сынды жанрлардағы шығармалар пайда болды. Драматургия қарыштап дамыды. 20 ғасырдың 20... Ал енді жаңа сабақ бойынша бізде топтық жұмыс, екі топқа мен қарсы әдісін алып келдім. Сұрақ жауап бойынша фигура қалыстырып шығасыздар. тапсырма жұптық жұмыс, ол үшін сіздерді жұптастырамын. Тек бағдарламасы бойынша жұптастырамын.
Ғабит Махмұтұлы Мүсіреп. Туған жер. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаңажол ауылы. Университет жылдары. 1902-1985 жылдары өмір. Алғашқы білім. Алғашқыда ауыл молдасынан білім алған. Дарынды жазушы жастар өздерімен бірге әдебиетке жаңа қарқын алып келді. Қазақ тілінде жазылған алғашқы роман Бақытсыз жамал романы. Маған берген тапсырма жазушылар шығармалары және оның негізгі тақырыбы. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Қалқаман Мамыр, адамдар арасындағы күрделі қарым-қатынастар, Нұржақып Дулатұлы, Оян қазақ, қазақ халқының мүддесін қорғау, Бейімбет Майлин, Шұғаның белгісі, салт-дәстүрге бағынуға мәжбүр болған қазақ қызының мүддесін қорғау. Бізге берілген тапсырма қазақ әдебиетінің кемшіліктері. Біріншісі, әдебиетке бақылау күшейтуді. Екіншісі, кеңестік үкімет социалистік құрылыстың тамаша жетістіктерін ғана жырлайтын ақын жазушыларды ғана мақтады. Кеңестік үкімет социалистік құрылысты тамаша жетістіктерін жырлаған ақын жазушыларды ғана таныды. Социалистік реализм бағыты басым болды. Сөз еркіндігі жойыла бастады. Классик ақындар ұлтшылдар деп айыпталып жасалана бастады. Ал ендеше сабағымыздың соңында бекіту тапсырмасы сіздерге ақиқат жалған тапсырмасы жіберді. Телефон арқылы соны орындай аяқталды. Кері байланыс бере қойыңыздар. Ол үшін Padlet сілтемесі арқылы кіре қойыңыздар. Телефондарыңызды алып, кері байланыс бере қойыңыздар.